Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгінгі видеода біз корей әйелдерінің неліктен жас көрінетіні және олардың 5 құпиясы жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, қызықты ақпаратты жіберіп алмаңыздар. Корей әйелдерінің сұлулығы және бетінің жас сәбидікіндей балғын, жылтыр болатындығы көпшілікке мәлім. Жалпы есеппен алғанда, Корей киноларынан ғана көргеніміз бойынша емес, онда әйелдердің өз-өздерін қатты құрметтейтінін және күтім жасауға алдына жан салмайтынын растайтындар көп екені де жасырын емес. Мұның себебі Корей әйелдері пластикалық отаға көбірек жүгінетіндіктен деп ойлайтындар және нақты солай деп шешім шығаратындар да жоқ емес. Дегенмен, пластикалық отаны теріге жасататындардан гөрі көз қабағына ота жасататындар басымырақ. Ал бет терісі үшін қандай күтім жасайтынын білгіңіз келеді ме? Ол үшін отаға жүгінудің қажеті жоқ. Тек қана мына 5 амалды бұлжытпай орындап жүрсеңіз, сіз де өз жасыңыздан бірнеше жасқа жас көрінетін боласыз. Құрметті достар, осы айдың аяғына дейін каналымызды 10 000 жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз бізді жаңа пайдалы видеоларды шығаруға шабыттандырады. Ең бірінші, пробиотикке бай азық-түліктерді тұтыну. Корей әйелдері ішек флорасын қалыпты ұстау үшін күнделікті тамақтану рационына кимчи секілді пробиотиктерді тұтынып, бүкіл ағзаның саулығына үлес қосады. Пробиотиктер мен сау ішектің қартаю белгілері әжімдердің пайда болуына жауап беретін қабынуды тудырушы клеткалармен күреседі. Ішек флорасының жұмысының бұзылуына бірден-бір себепкер қант пен әртүрлі спирттік ішімдіктерді тұтыну. Өзінің жас қалпын ұзақ сақтағысы келетін адам әрине қантты мөлшерімен ішімдікті де мүлдем аузына алмайтын салауатты өмір салтын ұстана алады. Ферментті азық-түліктердің антиоксидант және қабынуға қарсы қабілеті бар. Екінші құпия, мойын терісін қорғаңыз. Бет терісіне күтім жасаған кезіңізде ешқашан мойынды ұмыт қалдырмаңыз. Себебі бетіңіз қаншалықты әдемі болып тұрса да, мойындағы әжімдер сұлулығыңыздың сынын келтіреді. Бет терісіне қарағанда мойынның терісі жұқа әрі тез қартаюға бейім. Сондықтан мойныңыз жасыңызды сатып қоймасын десеңіз, мойынға да күтім жасаңыз. Үшінші құпия, теріге дұрыс күтім жасауды біліңіз. Корей арулары бет күтімін көбінесе жатар орынға жасайды. Күні бойы бетіңізде жүрген макияжбен ұйықтап қалмаңыз. Макияж жасамайтын болсаңыз да, бет терісіне күні бойы жиналған кірді тазалаңыз. Ол үшін бетіңізді ыстық сумен жуу шарт емес. Аздап жылы немесе салқын сумен жуыңыз. Тазалау үшін құрамында агрессив өнімдер, спирт пен СЛС бар косметикалық өнімдерді қолданудан бас тартыңыз. Бұл терінің құрғауына алып келеді. Әсіресе сезімтал тері болса, бетіңізде проблемалар көбейеді. Тазартудан соң міндетті түрде нәрлендіру амалын орындаңыз. Төртінші құпия, күннен қорғаныңыз. Күн сәулесі жазда да, қыста да теріге зиянды әсерін тигізуі мүмкін. Егер сіз тікелей күн сәулесінің астында жүрсеңіз, бұл ерте әжімнің түсуі және қара дақтардың көбеюіне әсер етеді. Сондықтан кәріс әйелдері жастайынан SPF кремін қолданады. Косметиканың құрамында SPF болса да, макияждың алдын спектрлі күн кремін қолданғанды жөн санайды. Және де бесінші құпия. Түтікшемен су немесе басқа да сусындарды ішпеңіз. Бұның себебі бұлшық еттің жиі жиырылуынан
Теріде, нақтырақ айтқанда, еріннің айналасында терең сызықтар, яғни әжімдер пайда болады. Кәріс қыздары қандай сусынды ішсе де, асқан сақтықпен және түтікшені жиі қолданбауға тырысады. Егер де сіз де корей сұлулары секілді жас көрінгіңіз келсе, олардың сұлулық жолында жасайтын әдеттерін қайталаңыз, және де сіз оны әдетке айналдырыңыз. Дегенмен, біздің қазақтың сұлулары әлемдегі ең әдемі екенін біле жүргеніңіз абзал. Мақала танысу сипатына ие. Кез келген жағдайда дәрігердің кеңесі қажет екендігін тағы да ескертеміз. Біздің видео ұнаған болса, лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Және де осы видеоны достарыңызға, туыстарыңызға жіберіп, олардың да дені сау болуына өз септігіңізді тигізіңіз. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетсеңіз болады. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Деніңіз сау болсын, келесіде кездескенше.